Салам алейкум. Так біз бүгін кәдімгі Майнкрафттан выживанияны бастайын деп жатырмыз. Яғни әлгі бір роботтар, қорқынышты жануар, онда ештеңке болмайды, жай ғана кәдімгі өзіміздің Майнкрафттан выживания бастайын деп жатырмыз. Так кішкене болсын одан сәл демалып, кәдімгі Майнкрафттың бір рахатын сезінбегені біраз болып қапты. Так біз бұл выживанияда істейміз. Жалпы мен бір қалың орманда шықтым, бір өзім Маугли сияқты жүру керек болып тұр ғой. Так біз кәдімгі спокойно, тыныш өмір сүретін боламыз. Өзімізге әдемірек қылып үй соғып, бір тыныш ғана балық аулап, немесе аңға шығып, солайынан Майнкрафттағы выживаниямызды сүреміз деп ойлаймын. Так мен бағана сундуымға ақтап, мына қараңдар, мынаяқтың бәрі бамбукпаны сынамы өзін-ау, или ох, ема, не мынау? Так бірдеңкерді алып алдым. Мен сундугым қайда? Мен бағана сундугым көрдім ғой. Міне, так тез барып өзім нарынды авалайын. Даже Майнкрафттағы кәдімгі өзінің графикасына сәл көз үйренбей қалған ба, или келесі сериядан бастап шейдерді қосайын ба. Так нарды авалдым, өзіме сундугымды да сындырып ала салайын. Так, біз үйді қай жерден қалай соғамыз? Мына ағаштың бәрі бірдей ғой, Мен өзіме ойлап тұрмын, осындай ақыры дәу үлкен бір ағаштардың арасында шыққан соң, бәлкім ағаштың үстінде тұрамын ба деп. Мынаяқта бір пещера бар сияқты, Онда ең үлкен ағаш мынау ма? Или сәл мынаяқтардан көреміз ба? Бір үлкенірек ағаштың үстіне шығып, сояқтан үй салғым келіп тұр. Яғни андай кәдімгі бір үй емес, бір атмосфера беретіндей қылып үй соққым келіп тұр. Мынау ағаштар что-то дәу сияқты. Қазір не хабар, тезірек барайық. Білмеймін, мынаяқ жап-жасыл прям көп Так, қараңдар. Мына ағашқа мен үй салсам қалай болады екен? Так, оға дейін бірінші очередь өзіме ағаш жинап ала салайын. Бірақ мына ердің ағаштарын құртқым келіп тұрған жоқ, бірақ басқа амал жоқ. Давайте мынаны сындырып тастайын, өйткені мынау бір ағаш жақсы. Мынаяқта Оп, мынаяқта да бір ағаш. Так, онда бір нормальный ағаш сындыру керек болып тұр ғой, Қараңдар, мыналар екеуліктен. Или мынаған тұрайын ба? Мына ағашта вроде үлкен сияқты, Так, қазір көреміз, оға дейін тез ағаштың ойын. Кішкентай. О, мынаяқта попугай жүр, қараңдар. Ема. Мынау. Өлес. Мынау. Нормально. Так, мына жерден онда жаймен ағашын жинап бастай берейін онда тезірек. Так, мен өзіме 35 ағаш жинап алдым. Енді, мынаяқта үлкен пещера бар, Мынау есте болу керек, мынаяқта тауық, бізге тамақ керек. Так, оп, әдем. Қайдасың, біреге бер, бауырым. Опа, тамағын авал, мынаны таба алсайын. Бірдеке түсіп қалуы мүмкін. Так, қалай ойлайсыңдар жалпы, мына ағаштардың арасында тұрған дұрыс па, или сәл жазықтау жерге шығайын ба? Өйткені мына аяқта деген ағаш прям көп, сенің көзің көп. Қараңдар, панда. Теспейді екен. Так, бәлкім или ауыл табайын ба? Или мүмкін ауылды вообще өзім соғайын ба? Мен просто бір ойлап тұрғаным, так, мына жерден қалай шығамыз енді, Кішкене сәл шет жақтан салған дұрыс сияқты мен ойымша үйді. Қараңдар, мынаяқтың бәрі ағаш, айналам бәрі осындай. Бұны жерде ауыл болама негізінде. Мәні ағаш қараңдар. Шет жағындай үлкен болып тұр, Так, онда осы шақары келе берейік. Мынаяқтың бәрі. Мен айналам бәрі. Қараңдар, ағаш, тек қана ағаш. Мынаның үсті жағынан әдемілеп тұрып бір үй сияқты бірдеңке соғып алсам жақсы болады. Бірақ мен қолымда әлі кровать та жоқ, не басқа да жоқ, уже түн батып жатыр. Так, мынаяқта жүретін ондай жануар дейтін нәрсе әлі кездестірмедік қой. Так, мынаяқ шөл дала, Шөл дала болғаны жақсы ма, жаман ба? Так, пока что мынаяқтарды көре берейін. Мен қой тауып, қойдың терісін алмасам, мынаяқта қазір ұйықтай алмай қиналып қалатын сияқты болып тұрмын, Так, тыныш Майнкрафт кайф, негізінде. Ештеңеден қорықпайсың, жан-жағында жителер қуалап жүрмейді. Так, мынайға постой, мынау не? Мынаяқта бірдеңке жүр ма? Так, мынаяққа қарай жүре берейік. Мынаяқ
бірақ орманның арасында тұрған сәл қиындау сияқты ма. Мына пока что ешкім жоқ. Так онда бағана үлкен ағашыма барып, өзіме әдемілеп тұрып үй соғып ала салайын. Ема аяқ асты жаңбыр жауып кетші. Так, мынамен шыға аламыз ба біз жоғарыға дейін? Ей! О! Так, мына жақтан былайынан секір. Хоп. Енді ары қарай төбесіне қалай шықсам болады мен? Былайынан барсам, былайынан шығамыз. Жаймен шығып келіп жатыр не ма? Так, мына уже жабық я. Мына тесу керекпіз бе сонда? Сын, енді шыға аламын. Мынау даже маған да шыға алмай тұрсын ба? Сына ма, сынбай ма? Давай. Бізге лестница істеп алмасақ, мына жақ что-то қиын сияқты. Мынаны аламыз. Хоп. Ана, қараңдар. Мына ағаш бізге үлкен екен. Так, мақұл. Осыда бола береді. Мен вообще көзім көріп атқан жоқ ше. Бұл жаңбырды қалай тоқтатсақ болады негізінде. Так, міне жаймен өзімнің полымды жасап қойдым, мына жаңбыр әлі тоқтаған жоқ. Бірақ былай қарасаң негізінде аспан жарық, күн шығып тұру керек. Бірақ бізде мына жаңбыр тоқтап атқан жоқ. Бәрекелді. Нормально. Біз оған дейін, мына жақта уже моптар жүр. Қараңдар, оқтар қалай шығып жатыр. Тезірек мына жақпен қашып кете салайын. Так, мен өзімнің главный базамды таппай қалмасам болды. Так, оған дейін мен ойлап тұрмын, маған қой керек. Мен өзіме кровать жасамасам, мына жақта әр түн сайын күтіп отырып, мен вообще шаршап кететін сияқтымын. Оданша маған қой іздеп қайтқан дұрыс. Әрине ол мына жақта вообще бар болатын болса. Міне, мысалға айтып болмай, бізде 2 қой. Осы екеуінен 2 енді біреу, екеу, тағы да біреу керек. Бәрі пещера ма бірден кеше? Что-то опасно. Сәл жүрсең от құлап кететін сияқтысың. Так, өткендегі біздің робот, қорқынышты моптарымызда осындай жерден шықпағанымызға шүкір. Мен білмеймін, мына жақта қалай қашуға болатынын. Тағы да бір қой болса жақсы болар еді негізінде. Бірақ әлі тапқан жоқпын. Так, мынау арбуз ба? Так, кім? Басқа қой жоқ па сонда? Мүлдем? Мен что-то өзім үйім таппай қалдым ба, или қалай? Мен үйім астында бағана моптар жүрген тон, олар енді жоқ болып кетпесе. Так, тезірек, кән. Хоп. Былайынан секіреміз. Мен үйім, міне. Үйім сәл негізінде байқалып тұратын сияқты, или бәлкім битеміз. Так, мен қолымда ерстак, хоп. Осыны алып, мына қоямыз да. Өзімізге қайық істеп алайықшта. Осыменен все. Так, енді осыменен рахат ары-бері аралап жүре береміз. Так, біздің мақсатымыз бір ғана штук қойды табу. Қатты бір қиын деп ойламаймын енді. Жалпы негізінде бір ауыл тауып та негіз бастамасына зор болатын еді, бірақ мен білмеймін, бір аралдан шыққан сияқтымын ба, или қалай? Мақта вообще шошқа дейтіндер болады ма, болмайды ма? Мен что-то қорқып тұрмын ше. Мен прям бітпейді ма сонда мынау ағаштар? Кете бере ма сонда? Или мына жақта сәл бітіп неғыла ма? Так, өзімді қайығым сындырып кетейін. Хоп. Қараңдар, мына жақта уже сәл шөл дала болып бастап жатыр. Шөл далаға қуанамыз ба, сонда қалай болды өзі? Мына жақ бірақ түрі негізінде вид жағынан келсек, мына жақ негіз әдемі да, бірақ сәл қиындау. Мына жақта зомбилар. Мынау қорқып кеткенсің ғой, андай неге ұқсап кетші? Анау қорқынышты әлемдегідей. Сәл жоғарыға шығып іздесем көріне ма, көрінбей ма? Мынау жаңбырды тоқтам. Мына жерді қараңдар. Жаңбыр тоқтады. Ақыры дегенде. Мына жақты қараңдар. Мына жердің виді бірақ әдемі екен, аяқ жаттап алу керек. Жаттап алғаннан бұрын мен что-то өзім үйімді таппай қалдым ба, или қалай? Осы мен что-то өзім үйімді таппай қалатын сияқтымын ше. Қой. Бауырым, өлші тестірек. Так. Әдемі. Так, мына жақта тағы да біреу. Жандарым әшейін, өлтіре бер, керек болып қалады. Давай. Өлсей, әдем. Так, енді өзіміздің базаға қайтамыз ба, или что-то мына жердің виді что-то ұнап тұрмаған ше. Әдем болып тұр. Мына жақтың бәрі қой ғой. Бағана жаңбырдан кейін шықпай қалды ғой бұлар ше. Сен бұлар жоқ болып кетті деп қоям.
бергеле қақтасың екіншісі қақта еді хайуан қашып кетті мақұл жоқ мін бергел бауырым мына жерде білмеймін әдемі жерде орналасқан сияқты болып тұр ма так былайына секір хоп так көрдіңдер ма уже қойрап қалған бүйтіп жерге түспей атып қайық қойып қалды ой бұл че стоит осының өзі айтыңдаршы так короче түн батып жатыр бірақ мына жер әдемі екен шынымен де вообще мына жақтан үй соғып қойсаң да бір әдемі көрінетін сияқты ше мен адасып кеттім ба так қой или адаспын ба или ей жігіттер мен үйім қақта ей мен ана жерден өттім ба өтпедім ба мен бағана ғана соққан үйім ей жырды ма табу керек бізде болмайтын жігіттер мен сонда үйімді жоғалтып алдым ба үйім қақта мен мен вообще үйімнен вообще басқа жаққа кетіп қалдым ғой деймін мына аяқ что-то или мына аяқ что-то бір тыныш сияқты ше бір кәдімгі әлемге ұқсап тұр ма әп-әдемі қылып полым соғып қойып мынау бағанағы жер ма жоқ мынау басқа мен қандай жерге кіріп бара жатырмын қараңдар ұзын таулардың арасына кетіп бара жатырмын мынау қайықтың даулары мынау мен үйімнен плотно адасып кеттім ғой деймін әйтеуір кетіп бара жатырмын бағана қалай екенін есімнен шығып кетті менің ше мен бағана мына жерден өттім мен ойымша өттім ау так былайынан атпай тиіп кетпесін жігіттер міне үйім тауып алдым қорқып кетемін бітті осы мен үйімді таппаймын ау деймін жоқ так көкелердің үйін ұмытпайды ол ойнатып қой мынау құран жігіттер ана жаққа жарыл жарылма бергел жарыл давай осы жерге әкең так жинап ала салайын ағаштар керек қойып мына жерге лестница керек болды ғой қалай шығамыз енді қой мынау қой ақыры дегенде үйіміздеміз кровать шығарып так общем ұйықтап тұрдық сәл таң атып бәсе жарық кезде бүйтіп ойнаған бәрі рахат қой негізінде қараңдар мен айналамның барлығы просто ағаш ар жақ ағаш мына аяқ ағаш мен білмеймін мына жақта қалай өмір сүруге болады өзі біраз нәрсе істеуге болатын сияқты ше так қараңдар енді мына жақта вообще айналам бәрі ағаш мен действительно жігіттер тоқамасын құдай қаласа бүйтіп мына жаққа қарай несін ұрып жіберсем ішке асығып жатқан жоқпыз ба неғып тұр анау сонда да бастамаға болады келесі серияда сәл былайына реттестіріп анау мынау істей алсақ болады мен бүгін жалпы негізінде чисто майнкрафтта мен өзім айналамды қандай әлемде тұрғанымды зерттеп көргім келген айналамның бәрі мынандай сап-сары ойбай жап-жасыл мынау бамбук па бірдеңке мынау қой табудың өзі проблема болып кетті ғой бүкіл бір серияда біз қой іздедік қой ойлаңдаршы қандай деп қараңдар еті жатырмын осы бір етке бола ше адам қанын қарайды так онда осымен біздің бүгінгі серия соңына жетті бұл біздің үлкен мен сендерге айтам үлкен выживание болады ше бұл выживание тоқтамайды до конца бара береміз әртүрлі жерлерді зерттеп бүкіл майнкрафтты зерттейтін боламыз шөл далаға барамыз антарктида болсын тағы да не бар сондай ауылдардың барлығын зерттеп одан кейін анау өзімізге ауыл соғамыз мынау енді бастамаға жақсы үй негізінде ше бірақ келесіде бір кішкене жазықтау кәдімгі жер тауып біз сояқтан өзімнің кішігірім бір ауылымды соққым келіп тұр ше бір басқа біреудің ауылына кіріп кетпей өзім ауыл соғып өзім мал шаруашылығын дамытып және ауыл шаруашылығын дамытқым келіп тұр ендеше бізбен бірге соңына дейін болыңыз осымен біздің видео соңына жетті арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпа